Адамзаттың жіктелу сатысы. Ақиқат тіл қатса, шындық барарға жер таппай, өтірік зым-зия болады. Табиғаттың ұлы заңы кейде көтеріп барып тастап жібереді, кейде тастап жіберіп көтеріп алады. Енді адамзат баласының дәуірлер мен ғасырларды араға салып, бүгінгі күнге жеткен салиқалы жолдағы жіктеле отырып нығая отырып құлдырағандығы жайлы ақиқатқа толы дәлелге тоқтайын. Адамзат баласының ұлтқа бірігіп, кейбірінің құлдыраған жолының қалай болғандығы жайлы қазақ дүние танымының дәлеліне тоқталайын. Оқырсың, ой жүгіртерсің, шешімін өзің қабылдарсың. Қазақ адамзат баласының даму мен құлдырау жолын мынадай 6 топқа бөледі. Бірінші нәсіл, екінші ұлт, үшінші ұлыс, төртінші халық, бесінші тайпа, алтыншы тобыр. Осы дәлел ойымыздың базары жамандық пен жақсылықтың нышаны. Ұлт шарықтаса жасампаздық, құлдырап кетсе тұңғиық. Жасампаздық пен құлдырауды ескерген дұрыс, ұмытпаған абзал. Енді барымыз бен базарымыздың болмысын талдайын, ой тұрақтасын. Бірінші нәсіл, раса. Нәсіл аруақтың алғашқы ісі. Нәсіл адамзат баласының шығу тегінің негізі, бастауы. Нәсіл өз бойында адамзат баласының ланын сақтайды. Жер бетінде 3 нәсіл бар. Солардың біреуі туралы айтпақпын. Адамзат баласының танымдық өресінде ықылам заманнан жеткен атланттар болған, өмір сүрген, содан соң жоқ болып кеткен деген аңыз қалыптасқан. Олар қайда кетті деген дегбір сұрақ дегбірін алып, жауап іздетуде. Атлант ешқандай материк та емес, адам да емес, ешқайда құрған да жоқ. Ол нәсілдік ерекшелікті айқындап, содан соң одан ұлт пен ұлыстарды, тайпа мен тобырларды еректейтін тіршілік сарапшысы. Қазақтың дүниетанымында ұмытылуға жақын қалған ұлан, арлан, орлан, қорлан, бағлан, жағлан деген сөздерде кездесетін лан сөзін қайта жаңғыртсақ, бірер сұрақтың ақиқаты ашылып қалар деймін. Талдайық, ой негізін тапсын. Әлем жұртшылығының есін аударып, құрып кетті, жоқ болып кетті дегізіп, шешімі табылмай жүрген ол Атлантида. Енді нәсілдер жайлы сөз қозғап отырған сәтте, осы Атлантида жайлы бірді-екілі ой қозғап, өз түсінігімді қазақтың дүниетанымына баламалай отырып, айтып кеткенім жөн болар деп отырмын. Айтайын. Атлантида. Ат, стреляй, лан, генофонды, тиді, попал. Сонда мынадай сөз шығады. Стреляй, генофонды, попал. Кейін қазақтың аты орысша имя деген сөзі лан сөзімен бірігіп, атлан болып бара келе, европалықтардың арқасында Атлантида болып кетті. Лан қазақ ұғымы, ғылымда генофонд расы. Ұлан қазақ ұғымы, ғылымда генофонд нации. Бұл дәлелдер ойдың арнасын басқа жаққа бұрып кетті. Лан сөзі өзінің негізгі мағынасынан айырылып, бүгінгі күні бүкіл адамзат баласы оны ян, ин деп атап, мужское, женское начало, день и ночь, тепло и холод және тағы да басқа теңеулермен теңеп, пәлсапалар туындатып жатыр. Қазақ мына суреттегі таңбаны лан дейді.
кез келген түсінік өзінің мәні мен мағынасы және себебі мен салдарынан айырылып, басқа түсінікке айналып кеткенде жұтаң тартып сорлап қалады. Сондай сөздің бірі ян ин сөзі және оның ұмыт қалған бөлімі гун. Енді біз осы ойды ескере отырып, ян ин деп жүрген түсініктің негізін оятып, қазақша ақиқатын өзіне қайтарайық. Ғылым үшінші күшсіз еш нәрсе орнынан қозғалмайды дейді. Демек, ян мен иннің үшінші күшін табу керек. Сондықтан, лан таңбасына зер салып қарасақ, ян мен иннің сырт жағын арқан орап тұр. Сол арқанды қазақ гун дейді. Гун деген сөз санскритте арқан, веревка деген түсінікті білдіреді. Барлық сөздің басын қоссақ, гун, ян, ин деген түсінік шығады. Лан, гун, ян, ин деген түсініктен тұрып, нәсілдік таңбаны анықтайды. Талдап, қысқа етіп түсіндірейін. Керек деп тапқандар арғысын реттер. Гун, қазақ ұлты гун біздің тұғиянымыз десе, жалпы тұрандықтар өздерін гундармыз деп гун сөзін марапаттайды. Ян, жер бетінде өздерін славян деп атайтын ұлыстар бар. Жоқ деп ешкім айта алмайды, яғни олар славят яна. Ин, жер бетінде индус, чин, Индонезия, индеец деп аталатын ұлттар бар. Бұл ұлттардың есімдерінде дерлік ин дыбысы кездеседі. Ойды қорытсақ, атлан ешқайда құрып кеткен жоқ, ол генофонд. Осы аты аталған және аты аталмаған басқа ұлыстар жер бетіндегі болған, әлі де құрып кетпеген үш нәсілдің бірінің негізін құрған гун, ян, индер. Көне заманда осылар Атлантида деп жүрген одақтың негізін құрған алыптар. Менің пайымдауымша әлі бар одақты қайта құруда. Атлан деген нәсілдің ұрпағы ғасырдан ғасыр, дәуірден дәуір өткеннен кейін Шанхай одағын құрып отыр. Көненің жаңғыра бастағаны осы болар, ескінің жаңғырып қайтып келе бастағаны осы болар, нәсілдес бауырларым менің. Құрған одағының атын Атлантида қой, ескің жаңғырып, дәуірлегенің дәуірлеген, шарықтағаның шарықтаған. Миллиардтардың басын қосып, Атлантида атты нәсілдестер одағын құр. Әлем тыныштық тапсын. Нәсілдестермен тұтас бүтіндігің басталады. Ұлылығың басталады, ескінің жасарып жаңғырғанына не жетсін. Нәсілдесім жұтып қояды деп ойлама, ланды жұта алмайды. Дәуренің жүріп, ұлылығың үйге оралып, алыптығың білініп тұрған кезде аралас, барлығымен аралас. Білетіндігіңнің белгісі, білгендігіңнің белгісі болсын. Қазақ, гун, ян, индердің бірігіп блок құруына сеп бол. Қазақ, одақтың атын отан қойғыз. Оралып айтылса, НАТО болады. Отан, родина, от, огонь, ан, монолит. Сонда родина, огонь, монолит деген сөз шығады. Байқайсың ба, НАТО ұйымның атын сөз саралау әдісімен орап айтсаң, отан деген қазақтың сөзіне туыс болып шығады. Демек, НАТО сөзі ішінде сыр бұғып жатыр. Қазақ, отаның, мешіттің. Екінші, ұлт, нация. Ұлт аруақтың ісі, мақсаты ұрпақ арқылы адамның қайта туын жүйелеу. Нәсілдер ұлттарға бөлінген себебі ген белгілі бір ұланның аясында ғана
аруақты өз ұрпағынан өзін қайта туғызып адам жасайды. Сондықтан әр ұлт өзінің ланын, тінін, тұғиянын, бабасын, жүзін, елін, руын, атасын толық біліп, аба заңын қалыптастыруы керек. Ұлт шежіре заңымен жүйелі түрде өз ұрпағынан өзі қайта туатындар. Қазақ ұлт, шежіре тарихын білетін ұлт. Қазақ табиғи жолмен өз ұрпағынан өзі қайта туа беретін ұлт. Адам көп ақтан жаралған, ақ көп. Адам ақтың өзі, қазақ ақты қазушы. Адам жұп, еркек пен әйел, жұптар әртүрлі. Еркек пен әйел, адам қабырғадан жаралатын әйел қор емес. Еркек нұрға бөленген адам, әйел арайға бөленген адам. Қазақ шапағатқа оранған адам. Адам өмір, қазақ өмірді жарық дейтін көптің бірі. Адам өрі, қазақ өрелілердің бірі. Адам мейірім, қазақ мейірімділердің бірі. Адам шежіре, қазақ шежірелілердің бірі. Адам ақтан, жасампаздығы шежіреден. Адам жасампаздықтың ұрығы, қазақ көптің бірі. Адамды қазақ қана адам дейді. Адам қазақ, қазақ ұлт. Үшінші, ұлыс, этнос. Ұлыс сөзі мен ұлыс сөзін шатастырма. Екеуі екі түрлі түсінік. Ұлыс сөзін қолдансам, қате жазылған екен деме. Дұрыс немесе бұрыс екен сен емес, қазақ білген. Құдай біледі, сен де біл. Ұлыс деген аруақтың ісі. Шежіреге байланысты этнос деген түсінік. Ұлыс деген мемлекеттік құрылымның бөлігі. Колхоз деген түсінік. Сондықтан қазақ мемлекеті өзінің қандықтарын ұлыстарға бөлген. Ұлыс мәдениеті, салты бар, туған жері бар. Кеше дүркіреген ұлт бүгін шежіре тарихын ұмытқан, өзге ұлттардың дінін, салтын, дәстүрін, әдет-ғұрпын малданып, этногенетикалық құлдырауға ұшыраған ұлы ұлттың сарқыншағы. Ұлыстар андалас болып, қазақ даласында жеке отырған, ендеп кіре алмаған, кешегі күндері ұлт болғанын айтумен тіршілік кешкен. Ұлыс деген керемет сөз екен деп қалма. Ұлыс әсіре қызыл сөз. Ұлт ұлыстарға бөлінбейді. Шежіре барда ұлыс бола алмайды. Төртінші, халық, отсталый. Халық оралып, қылақ деп айтылады. Халық отстающий, отставший. Қылақ, қылделый, ақ клетка. Сонда отстающий, отставший, делай клетку деген сөз шығады. Оқ. Қазір біз халық сөзін халық деп айтып жүрміз. Қателесіп жүрміз. Қазір біз халық сөзін халық деп жазып жүрміз. Бұл үстіміздің дұрыс емес екенін осы қайырымды оқып шықта ойлан. Мен егер халық сөзін қолдансам, оны қате жазылған екен деп қалма. Дұрыс немесе бұрыс екенін сен емес, мен білем, Құдай біледі, сен де біл. Халық ұлттың құлдырап тұрған кезін белгілейтін анықтама. Туған жер мешітіңде отырып, мемлекет құрып, көпініп отырғаныңмен, өзге діннің, өзге ұлыстардың дүниетанымын, дәстүр салтын, әдет-ғұрпын керемет деп бағалап, рухани және саяси бодандықта отырсаң, сен ұлт емессің, халықсың. Халық ұлт тұтастығын ұмытқандар, туған жерінде отырып, өз басына ие бола алмай, тілін, ділін, дінін, шежіресін жалмағандар. Сана бостандығы жоқ, жат танымның құлы, халық болмай кім болады? Қазаққа айт, халық болмасын, ұлт болсын, ұлт болғанға не жетсін? Бесінші, тайпа, община.
Туған жері жоқ, мемлекеті жоқ, көрінген мемлекеттің қолтығының астында өмір сүретін, шежіре тарихын білмейтін, ұшарын жел, қонарын сай білетін, таңның атқанына, кештің батқанына мәз, ішкені мен жегенін қанағат тұтатын бір күндік тіршілікті көксеп, содан ләззат алатындар тайпа. Қазақ, сені кейбір тарихшылар сандаған тайпалардан құрылып, қазақ деген ат алған тайпалардың қосындысы деп отыр. Сенің намысың балағыңа түсіп кетсе керек, көніп отырсың. Бірдеңе десеңші маубастарға. Тайпалық үрдіспен өмір сүрушілер өте көп. Айналаңа қарашы, сенің астыңа көпшік қойып, сенің отаныңда тырбаңдап жүріп жатыр. Қазақ отыратын орында отырып, билік сенікі, ақша біздікі, билік сенікі, жер біздікі, бәрі біздікі деп, сенің отаныңда шалқақтап, тайпалар жүріп жатыр. Байқа, тайпа бүгін бар, ертең жоқ болатындар. 6. Тобыр, сборище. Тобыр сөздің өзі айтып тұр, басыңа бермесін. Ұлтыңды қай жағдайда да, қандай қиын жағдайда да тобыр деп атама. Жақсы сөз жарым ырыс. Егер сен ұрпағыңды өзің тобыр десең, онда жетіскен екенсің. Жер бетінде тобырлар жыртылып айырылады, бағып сөйле аузыңды. Осы сөзді жаздым да терезеден көшеге қарадым. Қаптап кетіп бара жатқан халық. Бірлі жарамды қазақтар көрініп қалады. Бұл қазақтар қайда кеткен? Қазақ, сен ұлтсың, тобыңды көбейт, ұландарыңды көбейт. Тобырлардан сақ бол. Олар құжатына қазақпын деп жазғызып жатыр. Солар шежіреңді құлдыратады. Ұрпағыңнан қайта туыңды доғарады. Ендігіңді арам шөп басып, шырмалған шырмауықтай болмысыңды шырмайды. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 175-179 беттер.